өте оның алдын 2 компанияда болып келгенмін, жақсы опытпен келдім, өте жақсы жұмыс жасап, спонсордың жетелеуімен, команда құрумен осы нәтижеге 1,5 жылда жетіп отырмын. Аллаға шүкір деймін. Директорлыққа. Иә, осы күні кеше құттықтап жатыр. Көптен көп рахмет. Қай жерден келдіңіз? Мен есімім Сандуғаш болады. Осы Алматы қаласындағы. Қалада? Осы қалада? Көрмегенбіз. Офисқа бүгін бірінші рет келдім. Үйде жұмыс жасаған. Магазинде жұмыс жасаймын. Магазиннен мен таңғы сағат 9-дан түнгі сағат 11-ге дейін магазинде жұмыс жасаймын. Қосымша ерсакта жұмыс жасаймын. Мен магазинде шығармағандықтан мен офисқа келген емеспін. Бүгін бірінші рет келіп тұрмын. Сіз қай ауылдан екенсіз? Шымкент. Мен Түркістан облысы, Ордабасы районы, Жеңіс ауылында дүниеге келгенмін. Сол ауылда кішкентай ауылға дүниеге келдім. Сол ауылдың жігіттері сұлу болғандықтан жіберген жоқ. Осы Ерсак компаниясында Ауылдың директоры. ауылдың миллионершасы менмін қазір. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrardan. Çok rahmet, berekeli olsun. Sonra en son Samal Hanım'a gelelim. Böyle bitirelim. Сіздерді көргенімде қатты қуаныштымын. Менің есімім Айша, Қызылорда облысы Жаңақорған районынан боламын. Өзім декреттегі анамын, екі баланың анасымын. Декреттегі демалыста отырсам да қосымша табыс көзі керек болды. Бірақ мен өзім осыған дейін басқа компанияда жұмыс жасап көрдім. Сол компаниядағы спонсоры мені осы Ерсак компаниясына шақырды. Маркетинг планы ұнады, өнімдері ұнады. Одан кейін менің қатты өнімге сенгені менің өзімнің көп жылдан бері қиналған аллергиям болған. Сол өзіміздің врачтың кеңесімен спирулина мен экстрактоливаны ішіп 3 айдың ішінде керемет нәтиже көрдім. Январь, февраль, март 3 ай іштім, уже менде мартта ешқандай аллергия басталған жоқ. Содан кейін 100% өнімге сеніп, өзімнің алтын спонсорларының білімінің арқасында Әсемай ханым алғысым шексіз. Kutlu olsun. Berekeli olsun. Kimisi siz? Менің есімім Тойгүл болады, Өтебаева. Өзіміз негізі Тараз қаласынан, бірақ Шымкент қаласында да біз тұрып жаттық. Басында баспанамыз жоқ. Мен де негізі осы бизнеске келгенде минустан бастаған адамдардың бірімін. Онлайн жұмыс жасадым. Үйде отырған қарапайым ана болатынмын. Ешқандай табысым жоқ, ешқандай жұмысым жоқ. Тек қана жолдасымның табысымен күн көріп отырғанбыз. Өзіміз квартирадамыз, машинамыз арендада. Жолдасымның өзі тапқан табысы 100 мыңға да жетпейді. Оның тапқан табысы тек қана квартирамен кредитке кететін. Бізде даже тамаққа ақша артық қалмайтын. Мен балаларымның жағдайын жасау үшін жұмысқа да шыға алмайтын. Өйткені оның қызында аллергический бронхит болды. Сондықтан менде даже продукция алатын ақша болған жоқ. Ең бірінші келген кезінде Ерсакқа өзімнің танысымнан ақшаны қарызға алып, затты алдым и солай бірден жұмысқа кірісіп кеттім. Маған продукция ұнады, маркетинг ұнады. Осыдан алдында бірнеше компанияда жұмыс жасап көрдім, бірақ ол жақта да ешқандай табысқа шыққан жоқпын. Ай сайын продукция алып отырамыз, болды. Ешқандай адамдармен сөйлесу жағынан, опыт жағынан сетевойда кішкене түсініп бастадым, бірақ та опыт болған жоқ. Кухнясына кіріп сетевойға жұмыс жасап көрген жоқпын. Осы Ерсакқа келген кезінде алғысымды білдіремін. Әсемай ханым, Бұлбұлсын ханым жоғары спонсорлар бізге барлық жолды көрсетті, бізге барлық үйретті. Солардың арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп отырмын. Минустан бастап Аллаға мыңда бір шүкір айтқым келеді. Бір жылдың ішінде, бір жарым жылдың ішінде директор статусына аштым. Түркия еліне бекербей сіздерге мың алғысымды айтқым келеді. Осындай керемет компания ұйымдастырғаныңызға, керемет продукция. Бұл жерде денсаулық бар, табыс бар, барлық мүмкіндік бар. Алғысым шексіз сіздерге. Меня зовут Маковецкая Татьяна, я живу в городе Талгар, это близ Алматы, в 30 километрах. И я работала в другом бизнесе и мечтала именно вот о таком вот бизнесе Ерсак. Но придя в этот бизнес, я просто чисто на эмоциях пригласила троих, потом столкнулась с какими-то трудностями и сказала, я здесь работать не буду. Ну, наверное, как многие. Вот. И
когда мне за троих принесли зарплату мою, первую премию, она была такая маленькая, но она меня, знаете, смотивировала, и я спросила, что это за такая компания, которая сразу отдает подарки, сразу дает деньги. Я говорю, в этой компании деньги платят? Вы сказали, да. Я сразу сказала, я пойду на презентацию. Когда она будет, я поехала на презентацию, и мой вышестоящий сейчас директор Марина Тырком проводила презентацию. Я ничего не поняла, но я выявила для себя 4 главных плюса, которые внутри у меня проснулся какой-то внутренний голос, который мне сказал, Таня, тебе здесь надо работать. Вот. И я рванула, я стала приводить, я не понимала бизнес, хотя я вот до этого работала в сетевом, я знаю, что как, но я вот этого не могла понять, приводила людей на презентации и уходила уже с партнерами. Это вообще было так здорово. И в моем кабинете уже стали появляться деньги, я в первый же месяц вышла на 15%, ну, первый месяц, когда я решила работать. То есть я потеряла 2 месяца, я пришла в марте 2019 года, а в мае 2019 года я стала 15%. И в августе я стала лидером. А в конце декабря 2020 года у меня вырос первый лидер, сразу следом второй, в январе 3-й, 4-й. И ровно год назад, тоже в июне 2021 года, у меня выросло еще 2 лидера, то есть 5-й и 6-й, я стала бронзовым лидером. Ровно через год я стала директором. 3 года я в компании, и честно, вот я такого старта, такого я, честно говоря, не ожидала от себя. Вот. Ну, я шла к этой цели, я очень хотела, и мне, знаете, мне даже снился Бекер Сары часто, видимо, у меня было такое жгучее желание, я целовала его руки, он мне говорит, ты лучшая. А я один раз видела. Да. Мы стояли в кругу, он стоял в кругу, он меня вытянул, сказал, Таня, ты самая лучшая. И, в общем, вы знаете, видимо, вот я до такой степени хотела, я так хотела прийти к этому статусу. Я все для этого делала, и, видимо, мысли мои, ну, как-то меня к этому вели к этой цели, и я ее достигла. Ура! Спасибо, спасибо огромное. Саламатсыздар ма? Бүгінгі осындай директор жиналысында, осы жерде, осындай керемет торттың алдында Мевлюде ханымдардың, осы Севил ханымның кездесуімен ерекшеленіп, осындай директор болып отырғаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Дамира Баратовна болады. 2018-ден бері осы компанияда жұмыс жасап келемін. Платина директор боламын қазіргі таңда. Өздеріңіз де білетін боласыздар. Тараз қаласында ең алғаш 2018-де бастадым. Менің жоғарғы директорым Жансая ханым. Жансая ханыммен мен барлық жерде бүкіл семинарлардың ешқайсысында қатысқан жібермегенмін. Бұл компанияға келу себебім ең алғашқы менің өзімде қатты аллергия болатын. Сол аллергия бойынша маған Жансая ханым звондап, сенде химияға аллергияң бар, осындай неде бар еді, сен алғың келе ма деді. Ойланбастан турецкий дегеннен кейін мен сразу давайте заказ беріңіз. Ол кезде әлі Қазақстанда жоқ. Сонда да біз тәуекелге салып, ақшамызды аударып сөйтіп алдырған болатынбыз. Маған 2 айда, фурамен 2 айда келді, 2 айдан кейін маған 1 апта жетті. 1 апта мен оны қолдандым да, все дедім, сразу Жансая ханымға звондадым. Жансая ханым, мынау не деген керемет. Мына компанияда мен алып сатқым келеді. Ал мен бұл компанияға дейін 10 жыл бухгалтер болып жұмыс жасадым. Частный фирмада, турецкий фирмада. 3 баламды да сол жақта декретке шықтым, өзім ата-енемен тұрамын. Менің бар мақсатым қайтадан сол неге барып шықпау болатын. Қайтадан бухгалтер болып бармау болатын. Неліктен? Өйткені 1 күн демалатын, 1 воскресенье. 1 воскресенье маған вообще жетпейді. Ата-енеме қарайын ба, күйеуіме қарайын ба, бала-шағама қарайын ба. Ақшадан негізі мұқтаждық жоқ, если честно, шыны керек. Ондай мұқтаждық жоқ, сол үшін болады кішкене ұзақтау жүргенім, бірақ соның өзінде де осы дәрежеге жетіп, платинаға жетіп, осы платина болып жүріп де, мен бүкіл шетелді араладым, салоннан жаңа машина алдым, платина болып жүріп. Ал директорствода менің ендігі алға қойған мақсатым генеральный директор болып, региональный директор болып, иншалла, түсінген бүкіл дүние жүзін отбасымен бірге аралап, ең мықты деген, ең арманыма, мақсатыма қойған бүкіл кереметтің барлығы менде болуын иншалла қалаймын. Тамаша. Я дополню.
Я забыла сказать, можно скажу? Я хочу спасибо сказать всем здесь. Вот мой спонсор, моя денежка, но знаете, здесь такая аура, как я стала директором, я хочу поблагодарить всех. Умира ханым. Моя красотка. Маншух ханым, Алия ханым, Асем ханым, Жансая ханым, Гулюм ханым, Фарида ханым. Ну я их всех знала. Я не была директором, да. Я не была директором, да, как они мне подсказывали, Маншух ханым. Я не была директором еще бронзы Маншуха. Дина, давай закрывай бронзу, давай иди, вот так делай, вот так. Ну, вы знаете, вы вначале сказали, что вот этого не было, что конфликта между вами. Я думаю, что здесь такого нет. Они как одна семья. Мы приходим как к себе в коттедж, в большой дом. В коттедж приходим и пьем чай, обсуждаем это все. Ну как после этого не стать директором, когда вы такие руководители? Так что всем спасибо. Бүгін айдың соңы мен вообще жұмысқа кірісіп жатырмын. Алла қаласа командамнан келесі айда 3 бронза шыққалы жатыр. Соған білек сыбанып жұмысқа кірісіп жатырмын. Бүгінгі мерекені де ұмытып кетіппін. Шыны керек, жаңа спонсорым звондап самал үстіне көтеріл дегенде жүгіріп келіп отырмын. Әуелі бір Алла, одан кейін осы бизнеске шақырған наставнигіме, мына кісілердің бәрі бізге үлгі. Фарида ханым, Редван Биев, барлық директорлар. Шынымен ақ бізде бұл жерде басқа жұмыста, мемлекеттік мекемеде бір адам көтерілсе, екінші адамның көңілі түсуі мүмкін. Кеше келіп мынау қалай көтеріліп жатыр деп. Бұл жерде бір-біріміздің қуанышымызға қуанамыз. Аллаға сан шүкір айтамын. Содан кейін кеше айтып жатыр ғой, 14 жыл университетте сабақ бергенде менің жеткен жетістігім однокомнатный квартирамыз болған, ипотека төлейтінбіз. Айлығымнан бір тиын-тебен ғана қалып, қалған бәрін ипотекаға төлейтінбіз. Сол ипотеканы төлеп бітірдім. Алланың берген егіз ұлы мен қызы бар, Әли, Айша есімді. Сол егіздерім міне мүшел жасқа толып жатыр, өзіме мақсат қойған болатынмын. Алла қаласа балаларым мүшел жасқа толғанда өздерінің жеке-жеке бөлмесі болса екен, үй алсақ екен, үлкен үй деп. Сол ипотеканы төлеп бітіріп осы бизнесқа келген едім. Аллаға шүкір, міне 1 жылдың ішінде жетістікке жетіп жатырмыз. Жаңа кішкентай үйімізді сатып, үлкен 8 соты жермен, әрқайсымызға жеке-жеке бөлмемен, ішіне евроремонт жасатып, сөйтіп үлкен баспана алдық. Аллаға шүкір. Баспананы алуға ЕСА компаниясының көмегі өте зор болды деп айтсам болады. Бір қуаныш пен бір қайғы бірге жүреді, оны айтпасам тағы болмайды. 4 резервсаққа келіп лидер болдым. Сағат 12-де лидер болып қуанып қайттым. Анам онкологиямен ауыратын, сағат 2-де анам қайтыс болды. Бұл мен үшін үлкен қайғы болды. Анамның 40-ын бергенше мен жұмыс жасай алмадым. Адамдарға айтайын десем, біреу көңіл айтпаған. Содан кейін мен бұрышта отырып, ешкімді көргім келмейтін. Жеке керекеге қарап отырып, нөлден бастадым. Бұрын сетевой бизнесте өзім болғам, бірақ ол жердегі адамдар мені қолдамады, басқа жаққа кетті деп, бірақ та бұл компания мұсылман компаниясы болғаннан кейін менің жүрегіме жақын болды. Сол себептен ең бірінші мүлде танымайтын адамдармен жұмыс бастадым мен. Содан кейін бұрынғы, жаңа Бекірби ана жол айтты ғой, сыйған сенгенбіз деп, бұрынғы менен айналып кеткен адамдар анамның жылдығында келіп, міне командама қосылып, біз де сенімен жұмыс жасағымыз келеді деп жатыр. 1 жылдың ішінде енді үлкен жәннатым, адамнан айырылдым. Мына жақтан директор болып жатырмын, баспаналы болдым. Және де бір айтатын нәрсе, ер азаматта дәрежесін көтеретін ол автокөлік десек болады. Мысалы, жігіттер жаңадан әйел алғанда қуанса, екінші рет автокөлік алғанда қуанады. Осы бизнеске келерде жолдасым да Алматы тұрғын үй департаментіне жұмыс жасайтын, сол жұмысын бастап, білек сыбанып, мен сенімен бірге болам деп, екеуміз бірдей мемлекеттік мекеменің жұмысын бастап кірістік. Жолдасыма 2021 жылдың соңында Mitsubishi Pajero ақ көлік әпердім. Қазір білет, аппақ келіншегім бар, аппақ көлік. Айылы бұрала, одан кейін осы компанияның арқасында осы жетістікке жетіп отырмыз. Мысалы, жоғарғы оқу орнында университетте ректорларға кездесіп сөйлесе алмайсың. Ал бұл компанияда президенті деген біздің қолымызды алып, суретке түсіп, сонда қарапайым, Алла разы болсын. Біз ол кісіні өте жақсы көреміз. Біз бір баспанамыз, бала шағамыз осы жерге келмесе де,
Бекір бей келді деп егіз балаларымды мероприятияға да алып келдім. Көріп, қуанып жатыр. Алла қаласа мен өзім Европаның бәрін араладым. Финляндияда, Швецияда, Россияда, Ленинградта, Москвада болдым. Бірақ та Турцияда өмір болмаған екен. Алла қаласа Мен сияқты. бала шағамен Турцияның барлық қалаларын аралаймын деген мақсатым бар. Құдай қаласа. Және де бұл байлықтың бәрін біз бір жаққа алып кетпейміз. Жаңағы анам кеткен кезде маған жасауға жасаған ыдыс аяқтарының өзі упаковкамен жаңадан қалып қойған болатын, ашылмаған күйде. Сонымен айтамын, осы жерден миллиондаған табыс табатын болсақ, мұқтаж жандарға көмектесіп, зекет берушілер қатарынан болайық. Квартирада жүрген ағайын туғандарымызға первоначальный взнос төлеп, ипотекасын алып берейік. Алла разылығын алайық. Көліксіз жүрген жігіттер болса, көліктерін алып берейік. Сондай көмек жасауға жететін дәрежеге жетекші. Зекет берушілер қатарынан болайық. Мың алғыс сіздерге. Басым деймін. Değerli müdürlerim dedim ya, hepinizin dün de söylemiştim. Ortak noktaları var. Belki şu an anlatmadığınız birçok hayat hikayeleri var. Yaşadığınız çok zorluklar var. Кешегі айтқандай барымызда общий bir точка бар, барымыз қиналған бір сәттеріміз бар. Bu zorluklar karşısında da verdiğiniz emek doğrultusunda da bugün büro müdürlüğü kariyerine yükseldiniz. Соның арқасында сіздер, сол қиыншылықтың арқасында сіздер директор болдыңыздар. Adina Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi buradaki büro müdürlerimin çıkması noktasında benim eski büro müdürlerimin muhakkak katkıları vardır. Hepsinin katkısı vardır. Айтқандай барлығымыздың еңбегіміз бар бұл жерде. Ve bundan sonra da gelecek olan her büro müdürü adayının da, her büro müdürünün de hepinizin katkısı olacak. Çünkü öyle güzel bir büronuz, öyle güzel bir ofisiniz var ki burada birlik ve beraberlik içerisinde bu sayınızı daha çok arttırabileceksiniz. Осындай әдемі офисте количество директоров одан сайын көбейеді деп біз сенеміз. Bizim işimiz motivasyon işi. Біздің жұмысымыз мотивировать, Bizim işimiz eğitim, bizim işimiz seminer. сабақ беру, семинар өткізу. Bugün her büro müdürümden öğreneceğiniz farklı bir şey var değerli liderler. Сіздердің әрқайсыңыздан үйренетін бір нәрсем бар. Hepinizin farklı hayat yaşantısı var, farklı zorlukları var ve bu başarıya giden yolda çektiğiniz çileler var. Сіздердің әрқайсыңыздың бір хикаяңыз бар, әрқайсыңызда бір қиыншылық болған міндетті түрде. Ve hepinizi tutabilecek bir ışık var o yolda. Осы жолда бір-біріңізді ұстайтын бір жарық бар. Bunu yaparken de birbirinizden eksik etmeyin bunu. Сіз осыны жасап жатқан кезде, жұмыс жасап жатқан кезде бұны аз қылмаңыздар. Adina Hanım, Cansay Hanım'ın ekibiyle çalışmalı. Cansay Anar'ın ekibiyle, Asem'in ekibiyle, Marina'nın, Laura'nın, Aliya'nın, herkes birbirinin ekibine bir şeyler anlatmalı. Çünkü emin olun ki o ekibe öğretebilecek bir şey var. Бір-біріңізге үйретіп жүріңіздер, бір-біріңізді ешқашан бөліп жармаңыздар, өйткені сізде бар білім басқаларда болмауы мүмкін, сол үшін бірлік болу керек. Ve birbirinizin ekibine gittiği zamanda da hani korku olmasın. Ben ona yönlendirdiğimde benim ekibimi alır mı, almaz mı? Böyle bir endişeniz olmasın. Siz tek bir çatı altında toplanıyorsunuz. Ersa çatı altında. Burada amaç tek. Burada amaç herkese Ersa'yı anlatabilmek doğru şekliyle. У нас есть единственная цель, мы не должны никого разделять, вы должны помогать друг другу, то есть не разделять, кто чей директор, а помогать друг другу. И мы должны под одной крышей, под таким красивым офисом друг друга всегда поддерживать. Evet, müdürlerimin müdürlük eşarplarını değerli yönetim kurulu başkanım Bekir Bey'in eşi Seval Hanım takdim edecek. Жары қазір директор ханымдарға табыстайды. Ана, ала тұрыңыздар. Қолынан тақсын. Ала тұрыңыз. Тағат. Тойгүл ханым, ала тұрыңыз өзіңіз. Kendiniz Öz oğlan taksın. eşarpa. Келесі директорға бересіз. Барбыз шайындырып тұрыш директор. Вообще біз бәріміз директорлары бір семинар бір неше жасап, бірімізбен танысып. Иә, дұрыс айтасыз. Осының өзіне кәдімгідей болып қаламыз шы. Танысқанда да просто
бәріміз бір чтобы барлығы бүйтіп общаться етіп бір бірімен жатырқамай дегендей ауылға барғанда бірімізге мотивация беріп Әлия ханым айтып жатыр, кірмеңіздер, директорский жиналысты қоясыз ба? Кірмеңіз, директорский жиналысты қоясыз. дұрыс деймін Қайдан білсін енді? Директорсы бар деп сұратып үндемейді. директорлар қайда біздер Давайте видео реальный müdürüm. Müdürüm neredesiniz sizler? ал енді өзіңіздің историяңызды Haydi gelin siz de kendinizi tanıtın müdürlerim. Вот,